Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің келесі тақырыбымыз жасанды интеллекттің қысқаша тарихына тоқталып өтеді. Жасанды интеллект адамзаттың ең ұлы идеяларының бірі. Оның басты мақсаты машиналарға адамның ойлау, үйрену, шешім қабылдау қабілетін үйрету. Бүгінде жасанды интеллект өміріміздің барлық саласында кездеседі. Бірақ ол бір күнде пайда болған жоқ. Бұл ондаған жылдарға созылған зерттеу мен тәжірибенің нәтижесі. Жасанды интеллект машиналар мен компьютерлердің адам санасына ұқсас қабілеттермен әрекет етуін зерттейтін сала. Бұл идея ежелгі заманнан бастау алады. Бірақ ғылыми тұрғыда 20 ғасырдың ортасында ғана дамыды. Бұл презентацияда біз жасанды интеллекттің тарихи кезеңдерін, негізгі оқиғалар және оның қазіргі даму бағыттарын қарастыратын боламыз. Ежелгі идеялар мен теориялық негіздерге тоқтала кетсек. Ежелгі көзқарас. Грек мифологиясында жасанды тіршілік иелері туралы әңгімелер бар. Леонардо да Винчи сияқты ойшылдар алғашқы автоматтандарды жасаған. Теориялық негіздерге 19 ғасырларда философтар мен математиктер логика мен ойлауды формализациялауға тырысты. 1943 жылы алғашқы жасанды нейрон моделі ұсынылды. Жасанды интеллект ұғымының тамыры ежелгі Грекия дәуірінде ойшылдар адамның ойлау қабілетін түсіндіруге тырысты. Аристотель логика ережелерін қалыптастырды. Бұл кейін жасанды интеллект алгоритмдерінің негізіне айналды. 18-19 ғасырларда механикалық автоматтар мен есептеу машиналары пайда болды. Мысалға келтіретін болсақ, Бэббидж машинасы. Олар адамның интеллектуалды әрекетін модельдеудің алғашқы қадамдары еді. Жасанды интеллекттің ғылыми негізі. Алан Тьюринг және ақыл машинасы. 1950 жылы Тьюринг машина ойлай ала ма деген сұрақ қойып, Тьюринг тестін ұсынды. Алан Тьюринг жасанды интеллекттің теориялық негізін қалаған ғалым. 1950 жылы ол әйгілі Тьюринг тестін ұсынды. Бұл тест машинаның адамша ойлай алу қабілетін тексеру үшін қолданылды. 1956 жылы ақш-тағы Дартмут конференциясы жасанды интеллект ғылымның ресми басталған жылы деп саналады. Бұл жиында Artificial Intelligence термині алғаш рет қолданылды. Жасанды интеллекттің алғашқы даму кезеңдеріне тоқталсақ. Бұл кезеңде зерттеушілер жасанды интеллекттің алғашқы бағдарламаларын жасады. 1957 жылы алғашқы нейрондық желі моделі жасалды. 1960 жылдары компьютерлер шахмат ойнай бастады. Қарапайым логикалық есептерді шешті. Элиза атты алғашқы диалогтық бағдарлама пайда болды. Адаммен сөйлесетін чат-боттың прототипі. Алайда есептеу қуатының аздығы мен мәліметтердің жеткіліксіздігі зерттеулерді тежеді. Жасанды интеллекттің дәуірі. Бұл кезеңде үміт көп, бірақ нәтиже аз болды. Зерттеулер баяулады, қаржыландыру қысқарды, бірақ кейбір бағыттар, мысалы эксперттік жүйелер, мамандардың білімін қолданатын бағдарламалар қайтадан қызығушылық тудырды.
1980-жылы эксперттік жүйелер. Сарапшылар біліміне негізделген бағдарламалар жасайды. Мысалы, MySim медициналық диагностика жүйесі. 1997 жылы шахматтағы жетістік. IBM Deep Blue суперкомпьютері әлем чемпионы Гарри Каспаровты жеңді. Бұл жасанды интеллекттің адамнан асып түскенін дәлелдеді. Жасанды интеллекттің дәуірі. Жаңа серпілісі туралы тоқталсақ, 1990 және де 2000 жылдар аралығында компьютердің қуаты артқан сайын жасанды интеллект қайта жанды. Жасанды интеллекттің жаңа дәуірі бізде 2010 жылдан бері қарай дамыды. Бұл кезең машиналық оқыту, deep learning мен үлкен деректер, big data дәуірі. 2010 жылдан бері 2011 жылы IBM Watson жүйесі телебағдарламада адамдарды жеңді. 2016 жылы Google компаниясының AlphaGo бағдарламасы кәсіби Go ойыншысы Ли Седольді жеңді. Қазіргі жасанды интеллекттің адамның сөйлеуін таниды, мәтін жазады, бейне мен сурет жасайды, көлік жүргізеді, музыка мен өнер туындыларын шығарады. Қазіргі заманда денсаулық сақтау, білім беру, көлік, өндіріс, қаржы сияқты барлық салаларда қолданылуда. ChatGPT, Gemini, Copilot секілді жүйелер адамның жұмысын жеңілдетіп, жаңа мүмкіндіктер ашуда. Болашақта жасанды интеллект ақылды қалалар мен көліктердің, толық автоматтандырылған өндірістердің, жеке цифрлық көмекшілердің негізін қалайды. Мына кестеде бізде жасанды интеллекттің тарихындағы маңызды кезеңдерді бейнеленген. Мынау, құрметті студенттер, сіздерге бақылау сұрақтары. Осы сұрақтарға дайындалып, өз бойларыңызбен бөлісіңіздер. Қорытындылай келе, жасанды интеллект тарихы адамзаттың ойлау, үйрену және өз қабілетін техника арқылы көбейту жолындағы ұзақ саяхаты. Бүгінгі жасанды интеллект осы көп жылдық ізденістердің жемісі. Ал болашақта ол адамзаттың серігіне, көмекшісіне айналады. Жасанды интеллект өткеннің арманы, бүгіннің шындығы және болашақтың негізі болып қалыптасып келе жатыр. Осымен біздің келесі лекция сабағымыз аяқталды, студенттер. Келесі кездескенше.